барлық әйгілі фокустардың сәтті орындалу құпиясы оны қарап отырған адамдардың барлығы алданып фокустарға сенгілері келген кесірінен. Қызды екіге кесіп бөліп тастап, содан соң оны қайтадан бір-біріне жабыстырып қоюға болмайтынын әрине барлығы да түсінеді. Алайда фокус барысында біз кішкентай балалар сияқты күліп, таңғалып, шапалақты аямай қағамыз. Осы видеомен сізді ренжітіп алуы мүмкін, өйткені ешқандай сиқыр жоқ екеніне қазір сізге дәлелдеп беремін. Ендеше 5 әйгілі фокустардың құпиясын ашу видеосын қарсы алыңыздар. Ал кеттік. Әрбір сиқыршы судың үстімен жүру фокусын көрсетуді армандайды. Алайда ондай сиқырды 21 ғасырға дейін тек бір Иисус жасаған, бірақ ол тек Библия кітабы бойынша. Алайда қазіргі таңда технологияның дамуынан судың үстімен жүру фокусы оңайымен орындалады. Оны бірінші болып британиялық Динамо деген фокусшы орындаған. Лондондағы әйгілі Темзи деген судың үстімен өткен. Осы фокустың құпиясы үлкен әйнекті батпайтын платформада. Платформа алдын ала судың бетінен сәл ғана батып орнатылады. Содан соң сиқыршы оның үстімен жүреді. Алайда осы фокусты мөлдір суда жасаса, бұл платформа оңайымен көрінетін болады. Ал Темзи деген өзеннің суы толқынды әрі лас. Оның астында платформа мүлдем көрінбейді. Қытайлық су камерасынан босану. 1912 жылы бұл сиқырды әйгілі Гарри Гудини орындаған. Сол сәттен бері су камерасынан босану фокусы инабатты фокустардың қатарына кіреді. Су камерасынан босану фокусының көптеген тәсілі бар. Оның басты құпиясы камераның құлпында, және де әрине фокусшының жақсы физикалық қалпында. Фокусшының көмекшісі оны камераға кілтегеннен кейін ол қақпақтың топсасын байқатпай шешіп тастайды. Содан соң фокусшы үлкен күш жұмсап су камерасынан шығады. Мүмкін сіз ойлайтын шығарсыз, оны әрбір адам жаса алады деп. Негізінде де қытайлық су камерасынан босану фокусы өте қауіпті фокус. Өзіңіз ойлап қараңыз. Фокусшы бірнеше минут бойы басымен төмен қарай ілініп тұрады. Оның өзі ауыр қиыншылық. Оған қоса ол суға батады да қолдары байланып тұрады. Және де судың астында болып жоғарыға қарай талпыну керек. Нәтижесінде біз жай ғана фокусты көрмейміз, нағыз өмірге үлкен қауіп төніп тұрған түрікті көреміз. Ол фокуста сиқыршы біздің көңіліміз үшін өз өміріне қауіп төндіреді. Қалпақ ішіндегі қоян. Осы фокус бір уақытта иллюзия әлемінде ең басты фокустардың бірі болған. Бұл фокустың құпиясы өте қарапайым. Оның орындалуына 3 тәсілі бар. Ең біріншісі және қарапайымы үстелдің жасырын орындарында, соның ішінде қоян отырады. Қалпақтарда да жасырын қалталар бар. Оның ішінен сиқыршы қоянды алып шығады. Үшінші тәсіл қоянды арнайы орамалға орап үстелдің шетіне іледі. Содан соң қалпақты үстелдің шетіне салады. Көрермендерді біраз алаңдатады да содан соң сиқыршы қалпақтың ішінен орамалды шығарып, оның ішінен қоянды алып шығады. 19 ғасырда пайда болған фокус метаморфоза. Оны кезінде барлық әйгілі фокусшылар орындаған, сонымен қатар Гарри Гудини да. Әрбір сиқыршы бұл фокусқа жаңадан бір фишкаларды әкелген. Алайда осы метаморфоза деген фокусты ең керемет орындағандар бұл Джонатан және Шарлотта Пендрагона деген жұп. Олар осы фокусты сәтті орындағандары соншалықты, метаморфозаның өзін небәрі 2 секундта орындап үлгеріп жүрді. Фокустың сиқыры мынандай. Джонатан жәшіктегі қапшыққа кіреді. Оны Шарлотта байлап жәшікті кілтеп жауып тастайды. Содан соң Шарлотта жәшіктің үстіне мінеді. Өзін матамен жабады. Матаны жоғарыға лақтырады да оны Джонатан ұстап алады. Сосын Джонатан жәшіктен түсіп оны ашады. Қапшықтың жібін шешеді. Ішінен Шарлотта шығады. Оның құпиясы неде? Негізінде жәшік оңайымен ашылады. Онда тағы да көптеген тесіктері бар. Екіншісі, қапшықтың астында тесік бар. Шарлотта жәшіктің үстіне мініп жатқанда Джонатан жәшіктен шығып эстафетаны қабылдайды. Ал Шарлотта қапшықтың ішіне тығылады. Жай ғана орындарымен алмасады. Оның барлығы көптеген дайындық пен тәжірибенің нәтижесі. Небәрі 2 секунд уақытта жасайды. Оқты ұстап алу фокусы өте көне және құрметті болып келеді. Бұл фокус ғасырлар бойы артып, керемет орындалу жағдайына жетті. Пенна және Тейлер деген сиқыршылар бір-біріне бір мезгілде қатар атып, оқтарды тістерімен ұстап алады. Фокусты сәтті орындау үшін көп жаттығып дайындалу керек. Ең бастысы қолмен ауыздың ептілігі. Әрине, атылатын оқтардың барлығы жасанды және өтірік. Оқты атқан сәтте ол ауада жарылып жоқ болып кетеді. Осы фокусты орындағанда сиқыршылар жиі көрермендерді шақырып, оққа бірдене жазуды сұрайды. Жазғаннан кейін сиқыршы оны оқиды. Ал сахнаның артында отырған көмекшілері оққа сол жазған нәрсені көшіріп жазады.
Содан соң олар фокусқа дайындалып жатқанда көрермендерден бұрылады, ал көмекшісі көрермендерді алаңдатып бірдене айтып тұрған сәтте фокусшылар ауыздарына оқты салып алады. Әрі қарай қол мен ауыздың ептілігінің нәтижесі. Енді сіз фокусшылардың кейбір сиқырларын білгеннен кейін оларды өтірікші деп кінәлауға асықпаңыздар. Естеріңде болсын, фокустар мен сиқырлар көрермендердің көңіл күйін көтеру мақсатында жасалады, және де кішкене болса да көрермендерді ғажайыпқа батырады. Әзірге осы достар, егер сізге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар және менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.